Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы амоним дегеніміз не? 68-ші сабақ. Бүгінгі сабақта амоним сөздерді ажыратуды үйренесің. Қайталайық. Сөз дегеніміз не? Антоним сөздер дегеніміз не? Синоним сөздер дегеніміз не? Сөз дегеніміз заттың, санның, сынның, қимылдың атауы болып табылады. Антоним сөздер дегеніміз мағынасы қарама-қарсы сөздерді айтады. Мысалы, ақ, қара, арзан, қымбат. Синоним сөздер дегеніміз тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр түрлі сөздерді айтады. Мысалға, әдемі, көрікті, сұлу. Ал енді дыбысталуы бірдей, бірақ білдіретін мағыналары әртүрлі сөздерді амоним сөздер деп атайды. Мысалы, алма жеміс, немесе алма қимыл атауы. Сен оны алма. Мысалы, түс сөзінің екі мағынасы бар. Бірінші суретте қарап тұрғандарыңдай, ол адам ұйықтап жатқанда әртүрлі түстер көруі мүмкін. Екінші жағдайда, екінші мағынасы, яғни әртүрлі түстер. Олар әртүрлі болуы мүмкін. Қызыл, жасыл, қара, сары деген сияқты. Келесі сөз ол жүз. Жүз сөзінің де екі мағынасы бар. Яғни жүз саны және адамның жүзі. Яғни адамның жүзі оның қандай көңіл күйде екенін білдіреді. Қуанышты, ашулы, ренжулі. Дана, амоним дегеніміз не екенін білесің бе? Дыбысталуы бірдей, мағынасы әртүрлі сөздер амонимдер деп аталады. Мысалы, түс сөзі амоним. Себебі бұл сөздің бірнеше мағынасы бар. Түс ұйқы кезінде көрінетін елес, түс көру. Түс жоғарыдан төменге түсу мағынасындағы қимыл атауы, немесе бояу түстерін білдіреді. Ақ, сары, көк, тағы да басқалары. Жарайсың, түріп жең, күресте жең сөйлемінің ішінен қай сөз амоним болатынын тауып көрші. Жең сөзі. Дұрыс айтасың, жең сөзі амоним болады. Бұл сөз қандай мағыналарда қолданылып тұр? Түріп жең дегенде, жең киімнің иықтан қолдың білезігіне дейін жетіп тұратын бөлігін білдіреді. Ал күресте жең дегенде, жең оз, жеңіп шық мағынасында қолданылып тұр. Дұрыс. Ал тапсырмада қой, айна, табын суреті берілген екен. Осы сөздердің қайсысы амоним бола алады? Қой сөзі. Қой төрттілік атауы және қой қимыл атауы. Дұрыс, жарайсың Дана. Мәтінді тыңда. Әділеттің әкесі Әділ күн сайын ерте тұрып, денесін шынықтырады. Әділет, кел, бірге шынығайық, деді Әділ баласын шақырып. Мақұл әке, деп Әділет әкесіне ілесе жүгіріп, жаттығу жасады. Шынықсаң, шымыр боласың, деді әкесі. Әке, сіз қандай күштісіз, деп Әділеттің қарақаттай көзі жайнап кетті. Жүзі нұрланып, қуанып тұр. Берілген мәтінді сен де түсініп оқы. Дәптерімізге күнді жазып, 20-шы жаттығу 13-ші беттегін орындаймыз. Көшіріп жазып, қарамен берілген сөздердің мағынасын өзің түсіндіріп көр. 21-ші жаттығу 13-ші бет. Ойлан тапты, оқып шық, жауабын тауып көр және көшіріп жаз. 18-ші жаттығу 12-ші бет. Жүз сөзінің әр мағынасына сөйлем құрап жаз. Бірінші ол жүз санына байланысты болу керек, екіншісі адамның жүзі туралы болу керек.